Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір ағашты кесуге келдім. Қазір кесіп болғаннан кейін формасын көретін боламыз. Ағаш қатты алдында бір кесілген көрініп тұр. Осыдан екі жыл алдын кесілген көрініп тұр. Бірақ содан кейін мынау ат баптақтары көп шығып кеткендіктен мынандай түйге түскен. Қазір бұны реттейтін боламыз. Мынау кейін деген видео. Жаңа алма ағашының мынандай жағдайға келді. Күн сәулесі толық түседі. Күн сәулесі ортасына толық түседі. Ағаштар біріне қатты кедергі жасамайды. Жемістеріне де күн сәулесі дұрыс түседі. Өйткені күн сәулесі, мысалы қызыл алмалар болатын болса, күн сәулесі дұрыс істемейтін болса, ол жерде алма қатты қызармайтын болады негізі. Осындай. Негізі мына жерге арналмаған ағаш бұл. Өйткені ар жағында көріп тұрсыздар, кішкентай кезінен дұрыс көшет таңдалмаған. Сол үшін осындай амал жоқ, осындай деңгейге жылда кесіп тұруға тура келеді. Ал көбінесе осындай үй жағдайында ағаш егетін болсаңыздар, онда ергежейлілердің, карликтерді алып еккен дұрыс. Қазір алмұртқа кірісетін боламын.